сендер Украинаға жандарың ашылмасын, сендер өздеріңе жандарың ашыңдар. Осы Трамптың мәлімдемесінен кейін, мысалы, Киевте байқап отырғаным, бір Зеленскийді жақтаған, қолдаған бір митингілер өтсе, оған бір 30-40 адам ғана қатысқандай әсер етті. Жындыханада жатыр біздің бір жігіт, атын айтпай қойын, қазақтың жігіті, Донбасста соғысып жүрген. Зеленский қазір президенттік сайлау өткізуге дайын ба? Бүгін біз Украинадағы жағдай талқыламақпыз, өйткені соңғы бір аптада, 2 аптада, бір күн, 2 күн отырып айтып таусалмайтын әңгімелер болып жатыр. Украина ақш қарым-қатынасы, Украина Ресей қарым-қатынасы, жалпы Еуропамен қарым-қатынасы дегендей. Сондықтан бүгінгі біз әңгімемізге Украинада жүрген белгілі журналист Аида Қыдырбайды шақырып отырмыз. Қош көрдік, Аида. Қош көрдік, рахмет, Руслан. Бүгін жаңалықтарда жазбайтын, Киевтегі Украинадағы адам ғана түсініп сезінетін эксклюзив жаңалықтарды беруге тырысайық. Бәрі Украина бойынша эксперт болды ғой. Ал шын мәнінде Украина қоғамында жүрген кезде бұл жаңалық басқаша сезіледі, бұл жаңалық басқаша қабылданады. Енді Айдан шақырып отырған себебіміз, енді ара медиа көрермендер Айдан жақсы біледі. Былтыр бізде бір сұхбат болған, сосын Украинада қазақтар туралы арнайы репортаж жасаған, ол репортаж өте жақсы қаралған. Енді одан бергі Айданың әлеуметтік желіде көріп отырған жаңалығымыз 8 жылға созылған іссапар деген жақында кітабын шығарды. Қазақша, орысша, Алматыда, Каспийде жақсы таралып жатыр. Осы кітап мен өзім заказ бердім, ертең бір күні қолыма тиеді. Сондықтан кітапқа қол жетімділігі оңай, Каспийден кіріп тауып алуға болады. Осы жерге біз кітаптың скриншотын қоясақ, сіз қарсылығыңыз жоқ қой? Жоқ, қарсылығым жоқ. Сілтемесі QR бәрі болады. Оқып танысыңыздар, қызық. Ал енді әңгімемізді бастасақ. Бастайық. Соңғы уақытта Дональд Трамп Украина президенті туралы өте көп ауыр сөздер айтты. Зеленский де қалысып жатқан жоқ. Менің сұрағым келіп отырған, қазір Украина қоғамы президент Зеленскийге қалай қарап отыр? Украина қоғамы Трамптың сөзінен кейін Зеленскийдің беделі қазір артты. Өйткені өз достарымнан да байқаймын, украиндық журналистерден де байқаймын, олар өз президентін аямайды, қатты сынайды. Білесіздер, Порошенконың 5-ші канал деген өзінің телеканалы бар. Порошенко бір жағынан, Тимошенко бір жағынан, енді ол саяси белсенділер бір бөлек. Украина қоғамы, енді бұл демократиясы жақсы дамыған қоғам болғандықтан президентін аямай сынайды, бірақ Дональд Трамптың сөзінен кейін олар керісінше Зеленскийдің жанында үйісқандай болды, өйткені олар көріп отыр біріккен қоғамның қаншалықты маңызды екенін. Бірақ бәрібір де әлі болса да Украина қоғамында сондай өзінің билігіне деген сенбестік, өзінің билігіне деген күмән мен қараушылық, жемқорлығын талай жылдан бері әбден қанатын жайып дамығаннан кейін олар осы салада да, әскер саласында да, Зеленскийдің жанында да жемқорлық өте қатты дамып кетті деп біледі, әрі солай да бір жағынан. Бірақ ақш басшысының сөзінен кейін керісінше Зеленскийдің беделі одан сайын артып кетті деп ойлаймын. Болғанда достарымнан да көріп отырмын, Украина қоғамынан да байқап отырмын. Бірақ бұл сәтте тағы бір айта кететін, біздің Фейсбукта, қазақ қоғамында Украинаға жан ашып, обал болатын болды, не болды деп қатты уайымдайды біздің қоғам. Украина қазір уайымдайтын ел емес. Қазақ өзіне жан ашу керек, өзінің тіліне жан ашу керек, өзінің қоғамына жан ашу керек. Украина, біз енді тізерлеген қоғамбыз ғой, қанша дегенмен. Украина өзінің аяғында тік тұрған ел. 2024 жылы 2,5 миллионға жуық дрон өндірген. Оның 1,300,000 жаңа тікелей нулевой линия дейді ғой, соғыстың алғы шебінде. Одан кейін Пұста да жетіп жатыр дрондары. 25 жылға жоспарлары тіпті үлкен. Өзінің әскери әлеуетін 2013 жылдан бері әбден нығайтып алған ел ғой. Және Трамптың сөзі бар, өзі бар, оны екіге бөлу керек. Ол мысалы бизнесмен, шоумен болғаннан кейін айта береді де, бір қолымен жаңағы Украинаның басынан періп отырып, бір қолымен сипап отыруы мүмкін. Сондықтан оның сөзі
басқаша болуы мүмкін, ісі басқаша болуы мүмкін, өйткені Украинаға әскери көмек тоқтатылған жоқ. Украинаға F-16 деген истребитель жеткізілді. Украинаға батыстың қару-жарағы беріліп жатыр, және дәл менің өзім журналист ретінде жеке көзқарасым, дәл осы Трамптың сөзі европалық қоғамды, жалпы европалық парламент дейміз бе, комиссияны ойландырып тастады. Өйткені бұрын ақш-қа арқа сүйеп отыра беретін Европа дәл іргесіндегі соғысты шын мәнінде қазір Украинаға көмек көрсету керек екен енді ғана пайымдай бастаған сияқты. Өйткені осы 3 жылды қарап отырсақ, Европа өзінің өнеркәсіптік қауіпсіздік жаңағы қару-жарағын 30%-ға ғана арттырған екен. Ал қазіргі жағдайда Трамптың сөзінен кейін Европалық қауымдастық, оның ішінде жаңа 28 ел болсын, өзінің әскери әлеуетін одан сайын арттыра түсу керек. Өйткені қасыңда террорист көршің отыр ғой, сен оған төтеп беруің керек. Егер Украина жеңілсе, ол орыс міне Польшаның шекарасына тіке келеді. Ал Украина қазір қақпан ретінде тұрда, Европаға кіргізбейтін, Европаны қорғайтын, сондай алып мемлекет Европаның дәл ортасында тұрған. Сондықтан Трамптың сөзі жеке маған қатты ұнайды. Өйткені саған қауіпсіздігіне тікелей әсер етіп отырған кезде, көршің күйреп тұрған кезде, әрине сен Украинаға көмек беруді. Өйткені олар мизерный кішкентай көмек берді де, ал қазір Украинаға көмекті бірден 5 есеге дейін арттырып жіберуі мүмкін. Айда, қазір мысалы Украинаға қатысты Трамптың айтып жатқан мәлімдемелерін былай саусақпен санап шығу мүмкін емес, өйткені өте көп болып кетті. Бірақ ішінде ең басты мәселе, мысалы Трамп Украинада президент сайлауы өту керек, Зеленский осыға дейінгі билігін жаңа заңсыз түрде атқарып келеді деп айтты. Бұл енді бұрын Путин айтып жүрген риторика болатын, ол риториканы батыс елдерде, бұрынғы ақш-тың басшылары да қабылдаған жоқ еді. Енді қазір Трамптың өзі Путиннің риторикасын қайталап отыр. Мен соңғы уақыттарда шығып отырған ақпараттарға қарап отырғанда, Украина қоғамының өзі бізге президенттік сайлау қажет деген мәселеге былай көніп отырған сияқты. Зеленский қазір президенттік сайлау өткізуге дайын ба? Зеленский дайын емес. Соғыс жағдайында сайлау өткізуге болмайды. Өйткені бәрібір де 4 ірі облыс, оның ішінде 25 миллионға жуық адам, енді бұл Ресейдің ақпараты. Ресейдің территориясында дәл қазір сайлау өткізсе де, Украинаның барлық адамы бұл сайлауға қатыса алмайды. Бұл Ресейдің қитұрқы әрекеті. Өйткені Зеленский Украина қоғамында жаңағы тағы қайталап айтамын, демократия өте жақсы дамығаннан кейін, бұл жерде сайлау біздік сияқты псевдо сайлау емес, бұл жерде шын сайлау өтеді. Кәдімгідей қаңғаған, жаңға деген сайлау өтеді. 2013 жылдан бері Януковичті де көрдім, Порошенконы да, одан кейін Зеленскийді де. Бұл жерде сайлау кәдімгі сайлау болып өтеді. Сондықтан да қазір Украинада ешқандай жағдайда сайлау өткізуге болмайды. Өйткені халық бәрібір ыдыраған, 4 жер орыстардың тартып алған жерлерінде украиналықтар сайлауға қатыса алмайды. Қатысса да олар орыс тарапынан басқаша ақпарат беріледі. Сондықтан да дәл қазір Зеленский сайлауға дайын емес деп ойлаймын. Бірақ бір қызығы, кезінде өзім сұхбатталған кезде Зеленский мен екінші рет сайлауға түспеймін, ат баспаймын деген жерін бастады ғой. Сонда сөйтіп айтқаны бар еді. Қазір қарап отырсаң, енді тағы сайлау болатын болса, Зеленский ол сайлауға түседі. Өйткені ол соғысты аяқтауы керек деген сияқты, өзінің жаңағы жоспарлары бар, өзінің командасы бар деген сияқты. Қоғамның тарапынан өте қатты сын естілетіні ол Зеленскийдің айналасындағы жаңағы командасы әлі де әлсіз деп айтады, жемқорға былыққан деп айтады. Бірақ Зеленскийдің өзіне тікелей көп тиіспей, өйткені қанша жағдай болды, оның қара алмайтыны дәлелденді, және қоғам білетін сияқты. Бәрібір шынайы, оның жанындағы, айналасындағы адамдарға көбінесе сұрақ жаңағы командасына. Ал бұлай дәл қазір сұрағыңызға жауап беретін болсам, қазір Украинада сайлау өткізуге болмайды. Сайлау өтсе, ол ыдырап кетеді қоғамы. Өйткені 4 жыл бойы біз әбден соғыстан шаршап, кішкене боевой духтары түсіп қалды. Украинада 4% ғана Зеленскийді қолдайды. Зеленский диктатор деп айтты. Одан кейінгі бір Украинада баспасөз құралдарында бір Зеленскийдің беделі
50%-дан жоғары дегендей бір ақпарат шығып жатыр. Енді мен алыста отырғаннан кейін білмеймін. Мысалы Украина баспасөз құралдарында қарапайым халықтың, көшедегі адамдардың, жаңағы саясатқа араласпай үнсіз жүрген адамдардың үні, түрі, бейнесі Украина баспасөзінде шыға ма, шықпай ма, соны білмеймін. Сіздің ойыңызда мысалы Зеленскийді қазір қанша пайыз халық қолдайды? Ол үлкен, өте үлкен, жаңағы 74, шатаспасам 70-тен үлкен пайызбен осы 4 жыл бұрын сайланған президент. Және біз енді соғыс ұзақ жылға созылып кеткеннен кейін әрине оның билігі түсті. Украина қоғамында менің бір түсінбейтін нәрсем, олар барлық кінәні Зеленскийдің мойнына артып қойғысы келеді. Бірақ Порошенконың да, Януковичтің да, олардың көбінесе жан-жағының бәрі жаңағы сатылып кеткен, әбден елді тонаған, әсіресе Янукович тұсында, Майдан тұсында кедей ел болып қолына алды да Зеленский. Енді бүткіл жаңағы президенттердің жемқорлығы үшін ол жауап бере алмайды ғой. Сондықтан достарым жаңағы ақ көбік болып Зеленскийдің осындай соғысқа дайын емес, дайын болмаған, несіне тыраштанып соғысқа барғанын айтады оппозицияда жүрген украиндық достарым. Мен оларға айтамын, сендер Зеленский кедей елді қабылдап алған ел, сендер одан несін сұрайсыңдар? Оның алдындағы 4 президентте әбден тонаған ғой елді. Мысалы жаңағы Януковичтің бүткіл Донбасс, Луганск өңірі 6 миллион адам тұрған. Оның да әсіресе жаңағы ішкі істер министрлігі, оның ішінде милиция ұзақ жылдан бері орысқа сатылып кеткен ғой. Сондықтан соғыс кезінде, мысалы Қырым кезінде олар оңай тартып алды. Жаңағы басында қойған сұрақты ары қарай жалғастыра кетсем. Мысалы кезінде Ресей тарапынан Киевті 3 күнде басып аламыз деп кірген кезде барлық жерде жазды. Путин осы әрекет арқылы бүкіл жаңағы былай айтқанда бір-бірімен 40 пышақ болып отырған Украина қоғамын біріктіріп, бәрін Зеленскийдің қасында топтастырып берді. Екіншіден, орыс тіліне, орыс мәдениетіне, орыс өнеріне бүйрегін бұрып берген бүкіл украиндықтарды орыс әлемінен теріс айландырып, Украина мүддесі Украинаға қарай Путиннің өзі бұрып берді деген әңгіме айтылды. Енді қазіргі ситуацияда, қазіргі жағдайға қарасақ, мысалы Трамп соғысты бастаған Украина деп отыр, Украинаны диктатор басқарды деп отыр. Бәріне айыптыны Украина жасап отыр, және Зеленскийді жасап отыр. Осы Трамптың мәлімдемесінен кейін, мысалы Киевте байқап отырғаным, бір Зеленскийді жақтаған, қолдаған бір митингілер өтсе, оған бір 30-40 адам ғана қатысқандай әсер етті. Бұның себебі не сонда? Митингқа назар аудармаңыздар. Бұл жерде митинг деген Құдайдың құтты күні болатын нәрсе. Митинг деген бір ауданда, мысалы мен Киевтің көне орталығында тұрамын. Бұл жерде кемпір шалдар да, жастар да өз-өзіме митинг жасап жүре беретін ел. Мысалы Майданда да, былай мен көрген Майдан, митинг, ол миллион. Вот сол кезде ғана ойлануға болады. Ал кішігірім шоғыр бұл күнделікті болатын нәрсе. Оны орыс өз тарапынан көрсетеді, Украина өз тарапынан көрсетеді. Бірақ сондай бір атышулы митинг, Зеленскийді қолдап жатыр. Бұл халық өзінің президентіне қатты сынмен қарайтын халық. Тағы да қайталап айтамын. Олар ешқашанда біз үйреніп қалғанбыз ғой, біз президентімізді мақтаймыз ғой, біз сондаймыз. Бір жақсылық жасаса мақтайды. Бұл жақта Зеленский бір жақсылық жасаса, оны жамандайтын 1000 адам табылады. Журналистердің ішінен. Қаншама, мысалы, 3 жылда есептесек, қанша өнеркәсіпті кетерді, жерді сақтап отыр, Путинге төтеп беріп отыр, президентті мақтайтын жөні бар, бірақ бірде-бір осы Зеленскийді мақтаған журналист көрген жоқ мен Украина тарапынан. Олар ананы істемеді, мынаны істемеді, бір жақсылыққа 100 жамандық қосып береді, өйткені қатал, өзінің президенттеріне қатал. Сондықтан да ертең Зеленский жеңіп, осы бәрін орыстарды тізе бүктірсе де, ол халық шығып, біз сияқты өлең арнап, оны мақтап, олай істемейді. Өйткені жоқ, ондай бойларында жоқ. Олар керісінше ананы көріп тұрады, мынаны көріп тұрады. Жақсылық жасаса да, ой, мына жағы не деп, бәрібір сынап тұрады үшін. Солай болғанда дұрыс шығар, өйткені біз өзіміз мақтап, жаңа жаман қылып жібереміз де, президентті ғана емес енді бәрін.
мақтауға жақын тұрамыз. Керек емес олай. Сында ғана шыналады ғой ер адам. Ер адамды мақтауға болмайды, мен соны дегенмен Зеленскийді жаңа митингіде қолдамаса да, сіздің ойыңызша қоғам қолдап отыр. Қоғам қолдап отыр, әсіресе осы Трамптың сөзінен кейін. Маған да қазақ журналистерім, әріптестерім жазып жіберді, енді қайтасың ба, обал болды ғой деп. Мен күлемін, сендер Украинаға жандарың ашымасын, сендер өздеріңе жандарың ашыңдар. Өйткені бұл бәрібір Трамптың сөзі бар, ісі бар, енді 4 жыл бойы отыратын ер ғой. Зеленский өте келіссөздерді жақсы жүргізеді. Және жақында осы Трамппен кездесуі мүмкін, оған қатты дайындалып жатыр деп естідім. Өйткені кәдімгідей фактімен, видеолармен бәрібір енді Ресейдің Украина жеріне жасаған, Украина қоғамына жасаған, мемлекетіне жасаған күнәлары бәрі документ жүзінде бәрі белгіленген, фотоланған. Сондықтан алдағы келіссөзде менің жақсы бір нәтиже болады деп ойлаймын. Өйткені бәлкім Трамптың қитұрқы саясаты. Жаңа бүйтіп барып, бұлғақтап олар түлкі сияқты бүгін былай сөйлеп, ертең Украина жақтан кетуі әбден мүмкін. Өйткені алда әлі кездеседі, алда әлі талай жоспарлар бар. Бәрібір Ресей мен ақш кездесіп ештеңе істемеді ғой, ешқандай келісім жасалған жоқ. Украина соңғы сөз Украинада болады деген үміт бар. Және қоғамның сондай үміті бар, енді көреміз алда. Украинада қазір мынандай мәселелер талқыланып жатыр ма? Мысалы, мен ақпарат құралдарынан оқып отырмын, бір жеке эксперт, бірақ андай бір талқылау орталықтары. Мысалы, біз күндердің күнінде жаңағы президенттік сайлау өте ма, кейін өтпей ма, бірақ солтүстік Корея мен оңтүстік Корея сияқты кейіпке келіп, екіге бөлініп кетуіміз мүмкін деген мәселе талқыланып жатыр ма Украина қоғамында? Ондай мәселе жоқ, бірақ бұлар бәрібір Донбасс, Луганскдегі адамдар соғысқа кінәлі деп есептейді. Өйткені олар жаңағы тіл мәселесін сақтамаған, бәрібір орыстарға көрші болғаннан кейін бір бүйрегі бұрып тұратын сепаратистері көп аймақ қой. Донбасс дегенде, Луганск дегенде Украинаның өз ішінде сол өзінің украинецтерінің кішкене нелері базы реніштері бар екен. Осы Донбасс болмағанда осылардың президенті деп бір Украина ғой қарап отырсаң. Олар жаңағы Януковичті сол Донбасстың президенті осылардың кесірінен деген бір айыптау сезем. Мен оларға айтамын, бәрібір сендердің Янукович сендердің шыққан адамдарың қандай болса да. Донбасс ол сендердің адамдарың. Жоқ, жаңағы ол орыстанған деген сияқты. Сондықтан олар Донбассты қатты бөледі, Луганскті. Алда дәл солтүстік оңтүстік Корея сияқты болмаса да Украина қоғамында сырттан қарағанда бір әлсіз тұсы, олар жаңағы айтып өткендей мемлекеттің қатты сынайды, бірақ осындай қиын сәтте мемлекеті үшін, өзінің Украина ұлтының болашағы үшін бірігу керек деп ойлаймын. Бұларда әлде ырдың-дырдың жаңа орыс тілді, қазақ тілді, орыс тілді, украин тілді деген сияқты бір нелері бар, даулары бар. Тіпті мен мысалы менің кітабым осы жақта шықты орыс тілінде. Соны украин досым жариялады, 3000-ға жуық лайк, астында қаншама комментарий. Бұл қыз немене орысша жазады, бұл осындай көп. Мен кішкене ойланып қалдым, бәрібір сен қанша украин болғанмен де сенің орыс тілді қоғамың көп. Көп орысша сөйлейді. Тілге қатты шүйлікпей, енді қазір ұлттық мәселе тұрған кезде ол тіліңді кейін реттеп аласың деп өз ішімнен ойлаймын. Бірақ бұларда сол бір орыс тіліне деген жек көрініш, орыс ұлтына деген бір жек көрініш бар, ол және ұлғайып келеді. Соғыс болғаннан кейін, қаншама адам қырылғаннан кейін ол орыстарға деген жек көрінішті түсінуге болады. Бірақ осындай қиын сәтте, сенің елдігің сынға тұрған кезде кішкене бір бірігу жетіспейді деп ойлаймын. Сол бар, әлде де қоғам осындай, сіз айтып отырғандай бір екіге бөлінеді. Трамптың жаңағы бұрынғы Путиннің риторикасын бәрін қайталап Трамп айтып шыққаннан кейін Еуроодақ бір мәселе айтты. Бұлай мен ойымша өте маңызды мәселе. Біз Украина жеріне Еуропаның әскерін кіргізуге дайынбыз деді. Еуропа әскерін, жаңа Франция бар, мысалы Ұлыбритания бар, Германия кейіннен үндемей қалды деймін. Сол әскер кіргізуге дайынбыз, бірақ олар соғыс шебінде болмайды деді. Жалпы Еуропа әскерінің Украина жеріне кіргізуін Киевтегі
қарапайым украиндар қалай қабылдап отыр бұл елді екіге бөлудің реті ма, жаңағы әлде көмек ретінде көре ма? Украина қоғамы орыспен болмаса болды. Қалғанын өте жақсы қабылдайды деп ойлаймын. Әсіресе қазір енді сарқылды. Олардың күштері бәрібір де енді өзіңнен 35 есе үлкен алып мемлекетпен, халық саны өзінен 5 есе үлкен алып мемлекетпен күресу болды ғой. 3 жыл бойы оған қарсы тұру енді үлкен адами ресурсты қажет етеді ғой. Бәрібір техника соғыспайды, білесіз. Техниканың ішінде адам отырады ғой. Сондықтан 10 орыс солдатына, бір украин солдат қарсы тұрғаннан кейін әрине бұлардың адами жағы өте қазір ақсап тұр. Зеленский қорқып отыр қазір мобилизация жариялауға. Бірақ кезінде Залужныймен де екеуі арасында осындай бір келіспеушілік болған. Залужный тез бізге мобилизация керек деген. Мен де Залужныймен келістім, оның кітап шыққан, оқуға кеңес беремін. Сол кезде мысалы Зеленский Залужный сөзін тыңдап мобилизация жариялап жіберу керек деді. Қазір мобилизация жариялау оның енді тікелей авторитетіне нұсқан келтіреді, бірақ бұл жарияламаса тағы болмайды. Адам саны өте аз, және жаңағы айтып өткендей баспасөз ақпарат құралдарында жазылмайтын өте үлкен өкініш мен көріп отырған. Олар мысалы әскерилер келеді ғой Киевке, эшелон болып жараланғаны бар, жараланбағаны бар, демалыс алғандары бар. Олардың психикалық жағы әлде әлсіз. Олармен әскерлермен, соғысты көрген әскерлермен мемлекет өте тығыз дұрыс жұмыс жасау керек. Оларды емдеу керек. Олар жүгіріп жүрмеу керек емханада. Мен анандай зымыран қасында жарылды, құлағым естімейді деп мысалы көмек алу керек. Бұл жақта ол әлсіз, мысалы әскерлерге дұрыс көмек бермейді. Олардың ақшасы жақсы, айтпақшы, айлықтары жақсы. Бірақ әскерлер көмек алынбайды. Сондықтан бұл жерде қазір 3 жылдан кейін әскерге бару толық өлім сияқты болып сипатталып кетті де. Өйткені қаншама психикалық жағынан оларды емдемейді. Сосын бұл жерде мен байқағаным, және баспасөзде жазылмайтын, жүрек жатыршы жанұя қарапайым. Өйткені ер адам соғысып келгеннен кейін жаңағы қызыл етті көре алмай қалады, өзі тезірек жаңағы дәу темірден есік салғысы келе ме, әйтеуір психикасында ауытқу бар. Сонымен мемлекет жұмыс жасамайды. Әйелімен дұрыс анандай қызыл етті көрсетпейді. Көрген адам, неше түрлі жағдайды көріп келген адам ғой енді. Әрине ол әйел де білмейді анамен қалай сөйлесу керек екенін. Бала да білмейді соғысып келген әкемен қалай. Бұндай қасірет ешкімнің, қай елдің басына бермесін. Бұл өте үлкен трагедия. Бұл ертең соғыс бітсе де Украина жылдар бойы емдейтін, ешқандай ақшаға есептемейтін шығын бұл. Мен ең өкіндіретін осы фактор. Украина әлде көп жұмыс жасау керек. Және батыстан келген ақшаның бәрі тек қару-жараққа кетеді деп айту қиын. Именно адамның психикасына жаңағы сондайына жұмсалу керек деп ойлаймын. Ары қарай қоғамда өмір сүру үшін мысалы соғысып келген ер адам. Сіз мысалы қарапайым адамдардың өте бір қасіретті жағдайын айттыңыз да, мысалы соғысқа барып келеді, сосын жараланып келеді. Жындыханада жатыр біздің бір жігіт, атын айтпай қойын, қазақтың жігіті, неге Донбаста соғысып жүрген, өзім интервью алған. Мен түсінемші ол неғып жындыханаға түскен, өйткені 20 досым болған, шашлық қалданын мен ғана аман қалдым дейді да. Ол енді Айда айтып отырған... Мен достаса алмайды екен еще, шек қарнын көрем дейді. Бүгін сөйлесіп жүрген досымдан ертең шек қарнын көрем дейді. Әрине ол жындыханаға жатады осыдан кейін. Сондықтан баспасөзде жазылмайтын, айтылмайтын Украинаның өте үлкен жарасы бар, әлі де бар. Сондықтан... Осы мәселеден бірінен сұрап алсам, қарапайым азаматтар, мысалы соғысқа барып аман қайтқандары, жаралы қайтқандары, енді әркім өзімен қалады ғой. Ол әрине қасірет, қайғы, бірақ кезінде солар соғысқа аттанып жатқанда, Украинада соғыс болғанда, Еуропа, оның ішінде ақш билігі Украинаға қолдау көрсетті. Сендер нағыз батырсыңдар, жаңағы қасқайып қарсы тұрып жатсыңдар осындайға, сендер бүкіл Еуропаны қорғап отырсыңдар, әлемдегі демократияның қалқанысыңдар деп көп мәлімдеме жасады Америка басшылары. Айланып келгенде кеше Трамп тұрды да Украина бізге қарызын төлесін деді. Былай жалпақ тілмен айтқанда,
кезінде ақш билігі өздері Украинаның қарапайым азаматтарына жаңағыдай моральдық болсын, болмаса жаңа арқадан қағып қойып қолдау көрсетіп алдыға салып алды да қазір енді лақтырып кеткендей әсер бар. Қарапайым азаматтар соны қалай қабылдап жатыр ақш мемлекетін, ақш басшысын? Осыған бір нәрсе айтайын, бұл Украинада иммунитеті өте жақсы ақпаратқа. Қандай да бір ақпаратқа, дәл ол ақш президенті болсын, Еуропалық комиссияның төрағасы болсын, төрайымы болсын, бұл жерде ақпаратқа, қандай да бір ақпаратқа Украина қоғамында иммунитет қалыптасқан. Сондықтан да Трамп 4 жыл отырады ғой, бұл бәрібір бұл шалмен қалай да болса достасу керек екенін Зеленскийді қарапайым украиналықтар да өте жақсы біледі. Және бір әттеген-ай, енді бұлардандай қитұрқы саясат жоқ та, ал бізде бір шығыста бар ғой, былай айтады, былай айтады деген сияқты. Бұл жерде тіке айтады, Украина соғысты бастаған кезде, орыстар соғысты бастаған кезде тік. Ал қазір де Украина қоғамында Трамптың сөзін бөлек қабылдайды, Трамптың өзін бөлек қабылдайды деген сияқты сондай бір не жүріп жатыр. Бәрібір бұл шал айтады, ертең біз бәрібір кездескен кезде біз оларға бүткіл жаңағы құжаттарды ұсынамыз, Трамп риторикасын өзгертуі мүмкін деген сияқты. Өйткені енді Трамп шоумен, айтатын, Трампқа ұнамай қалған себебі бір жаңағы Зеленский қазба байлықтар жөнінде келісімді бірден жоқ деді ғой. Бірақ енді қазір қарап отырсам, сол қазба байлықтарды, мысалы, Донецк, Луганск өңірінде бар. Бәлкім Трамп сол өңірдегі қазба байлықтарды мүмкін айтты. Донецк болсын, Луганск болсын, яғни сол жақтағы қазба байлықтар туралы айтып отырса, онда қол қоюы мүмкін, өйткені ол бәрібір орыстарға кеткен жер ғой, Украинаныкі, Украинаның жері. Сондықтан Трамптың сөзі бар, бағана айтып отырғандай ісі бар. Бәрібір де Зеленский қазір қатты дайындалып жатыр деп естідік Трамппен кездесуге. Алда риторикасын өзгертеді, бәрібір ақш Украина жағында болады, әділеттілік Украина жағында болады. Екі сұрақ қойғым келіп отыр, біреу Украинаға қатысты, екінші Қазақстанға қатысты. Екі соңғы сұрақ деп айтсам. Сіз кеше мен сізбен хабарласқанда Украинаның төбесінде шахид дедіңіз ба? Солар жарылып жатыр дедіңіз. Мен сұрағым келген, мысалы соғыс басталған жылы 3 жыл болды ғой. Украина халқы жаңағы агрессорға қарсы тұрамыз, мына тиранға қарсы тұрамыз деген бір не болған сияқты Украинада. Мүмкін әзірде бар шығар. Сосын бір жаңа Зеленскийдің қасына топтасу деген болған шығар. Сосын жаңа батыс көмектеседі деген үміт болған шығар. Бірақ батыстың өзі, Американың өзі шындығын айтқанда, соғыс басталғанда 2 айға дейін қарап отырды ғой, бұлар не істеп алады деп. Бұған көмектесу. Сенбеді ғой енді бұл байқұстарға. Бұлар тұра ала ма, тұра алмай ма, 3 күнде Киевті бере ма деген сияқты. Сөз былай сұрағым келіп отырған, осы 3 жылда Украина қоғамы қалай өзгерді соғыстың кезінде? Шаршады ма? Ақылға ақыл қосылды. Ақылды өзінің құндылықтарын қайта қарастырған, жаңағы ақпаратқа, түрлі ақпаратқа иммунитетін қалыптастырған, сондай бір елге айналды деп ойлаймын. Сосын кеше мен өзімнің украиндық құрбыммен кездестім, Наташа. Баласы Матвей 9 жасар, менің қызыммен жасты. И баласын жаңағы неге күреске де, атысқа да, шабысқа да, жүзуге де беріп, жағын таласып жүр ана қыз. Мен айттым, кішкентай ғой балаң. Жоқ, біз бәріне дайын болуымыз керек. Ертең қолына қару ала алмаса, бұл жігіт қалай болып өседі дейді да. Өз-өзімен жүрген қыз ше, украиндық қыз. Жаңағы аналық несін айтасыз ба? Кейін бәрібір біз бұл орыстармен тұрғаннан кейін, бұл соғыс бүгін бітсе де, ол орыстар бізді оңай тырнағының астынан жібере салады деген жаңағы ой жоқ та, әділді қызда. Көрдіңіз ба, баласын жаңағы пистолет ұстауға үйретіп жүр, біз құдай білетін арқысы. Мысалы Қазақстанда үйтіп жүрген адам жоқ қой, енді болмай ақ қойсын. Жаңағы 9 жасар ұлын болашаққа дайындап жүрді. Сондықтан да Украина қоғамында осындай бір өзіне ғана сенетін, әр ұлын өйстіп, ертең сен өйстіп болуы да мүмкін деп жаңағы қару ұстауға үйрететін, және
құндылықтарын бағамдаған сондай бір елге айналды, сондай бір қоғамға өз жарасын өзі жалаған үшін енді жаңа өзінің қандай проблемасын айттым ғой, әскерде де психологиясында бір сондай бір өсім байқадым ше. Бәрібір соғысты көрген адам басқаша болады ғой кезінде. Өзім атамыздың сөзінде дұрыс тыңдамай өскен ұрпақпыз ғой. Қазір сіздің атамыз тірі болса, соның әр ата былай қалай болды, мына жерде қалай болды деп сұрап алатын едім ше. Енді қазір тағдыр солай болды, өзім көріп жатырмын ғой соғысты. Сондықтан да бұл соғыс Украинаны есейтті деп ойлаймын. Және жаңағы балаға қатысты тәрбиесінде осындай бір өзгерістер көріп жүрмін. Есейді және өзіне ғана сенетін шығар, өзіне ғана сөйтіп сеніммен. Және біздегі сияқты бұл жерде мемлекетке толық біз мемлекетті үкімет деп көп айтамыз ғой. Қазір енді бұларда өз-өзіне ғана қарау деген сияқты мәселе көп. Соғыстан шаршау синдромы бар ма? Бар. Мен өзім қатты шаршадым ше. Ана пойызды көрсем менің жүрегім айниды. Өйткені пойыздан басқа біздің қазір құралымыз жоқ. Сол бір пойызға жабысқанбыз. Кішкене әрине кедейшілік бар Украина қоғамында. Киев, Варшава арасындағы пойыздың құны соғыс басталғанда 1800 гривен болған, одан кейін 3600 гривен, қазір 4700 гривен. Баға бәрібір бұл жақта да өседі, соғыс деген істеткізеді, бірақ бұл жерде енді Израиль мен басқа мемлекетпен салыстырсақ, Украина қоғамы тағы бір рет айтамын, өзінің президентіне де қатты қатал, және олардың қатты өте мол нәрсені талап етеді, әсіресе Зеленскийді түтіп жүргендеріне алдарына жан салмайды. Бірақ соғыс болып жатқан елден сен мемлекеттен көп нәрсе күтпеуің керек деп ойлаймын. Пойыздың бағасының өскені де заңды деп ойлаймын. Өйткені кедей мемлекет қой, ал бірақ 3 жылдан бойы үлкен аюмен арпалысып жатыр. Сондықтан дәл осындай қиын сәтте әлі де топтасу керек, ал бұлардың арасында әлі де кішкене жаңағы ырду-дырду деген сияқты мәселе бар. Бірақ енді бұл уақытша деп ойлаймын. Ертең жеңіп, инвестициялар құйылып сөйтіп жатса, бірақ менің ойымша Украинада позиция жеңу, олар жеңген ел. Енді сол позицияны мықтап ұстап тұру керек. Бәрібір орыстарға төтеп беру деген нәрсе үлкен күш пен қуатты талап етеді ғой. Орыстардан қорықпау керек екен. Олардың армиясы түкке тұрмайтын болғанда бәрібір енді мықты ел ғой, бірақ соларға төтеп беру үшін де Украина халқы әлі де енді соғыстан қатты шаршағанымен тағы да шыдай түсу керек деп ойлаймын. Мен айтамын ғой, 40-на шыдадыңдар, енді 41-не шыдаңдар деген сияқты. Мысалы, сол шаршап отырған қоғамға қазір мынандай мәселе айтса, Ресей басып алған жерінде қалсын, осымен соғысты тоқтатамыз десе, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Украина қоғамының өзі батыс болып, шығыс болып бөлініп отыр деп. Украиндықтар соған келсе ме? Өз жерін Ресейге беріп, соғысты осы күйінде тоқтатуға. Қай жер, мысалы, басып алған жерлерін айтсаңыз, олар енді өзі Ресейге толық қараған болмаса да 90% олар Донбасс пен Луганскты кетіріп алды. Запорожье өңірін олар бере алмайды. Мысалы, Херсон өңірін бере алмайды. Херсонды берсе, олар Херсон арқылы Киевке тартып кетеді. Орыстар Херсонды басып алатын болса, оларға Киевті алу қатты қиынға соқпайды. Яғни жағрафиялық картаға бір қарап айтайық. Мысалы, қай өңірді айтып тұрсыз? Запорожьды бере алмайды, Херсонды бере алмайды. Сондықтан олар енді орыстар жартылай кіріп отыр ғой, жаңағы кеме сияқты жарты аяқтарын салыпшы, ал толығымен ала алмай отыр. Оны толық Украина бермейді. Миллионға жуық адам өлгеннен кейін сен террористпен қалай мәмілеге келесің? Сондықтан бұл мәселе өте қиын. Оны Украина қалай шешетіні белгісіз. Қазір өз ұлын жаңағы ағасынан айырылған кез келген украиналық ешқандай мәмілеге айтады. Егер де қазір мемлекет орыстармен жаңағы келіссе, біз қайтадан майдан жасаймыз. Қоғаммен қатты жұмыс жасау керек бұларда. Мемлекет өйткені әскерде қандай шындық болып жатқанын, Зеленский шығып блогер болып алды, ол күнделікті ақпарат беріп отырады. Біз бүгін өйстіп жатырмыз, біз бүгін бүйтіп жатырмыз. Бірақ шын мәніндегі әскердегі жағдайды көріп түсініп, соны мемлекеттің жанында жаңа тоғысу деген әлі жоқ. Сондықтан ертең Зеленский жаңағы орыстарға басып алған өңірді бердім деген күннің өзінде де менің ағам өлді сол жер үшін неге бересіңдер деп майданға миллион адам жиналса, мен оған таң қалмаймын.
Қазақстанға қатысты сұрақ қойғым келіп отырғаны, жақында ғана Украинаның бір аймағында, атын ұмытып тұрмын қазір, мызғымас қазақ киіз үй тігілді. Бұған дейін де біраз жерде тігілген. Тіпті Украинаның Қазақстандағы елшілігінің өзінде бір киіз үй көрдім мен, киіз үй тігіп қойғанын, сол жерден жаңа ресми өкілдерді қабылдап отырғанын. Осы киіз үйді қазақтар не үшін тігіп отыр? Сосын украиндықтар оны қалай қабылдап отыр? Одан басқа мәселе, біздің президенттің Тоқаевтың айтқан сөзі бар, Ресейді әскери тұрғыда жеңе алмайды деп. Осы сөзді украиндықтар қалай қабылдады? Украинардың енді қазір жарасы асқынып тұрғаннан кейін осындай сөздер олар әрине ренжиді. Оған танымал журналистер шығып, осылай қазақтар неге айтты деп ренжіген тұстары болды. Бірақ бастапқы кезде қазақ үй украиналықтарға өте жылы қабылданды. Мен өзім Бучадағы қазақ үйдің ашылуында болдым. Одан кейін қазір Донецк өңіріндегі сол Бучадағы қазақ үй сол жаққа кетті деп естідім. 6 қазақ үй. Әскерлерге көмек береді, әскерлерге ыстық шай береді. Бұл қазақ үй жаңағы мызғымас қазақ үйі қажет кезде ашылды деп ойлаймын. Өзінің миссиясын толық атқарды деп ойлаймын. Қазіргі ашылған қазақ үйдің миссиясы бір бөлекте, жаңағы енді соғыс кезінде ашылған қазақ үйдің өзінің атқарған жұмысы бір төбе. Жаңағы қаншама адамға көмектесті, жарық жоқ, жылу жоқ болып отырған кезде, Бучада қатты қырғын кезінде біздің қазақ үй бой көтерді. Сол кезде жаңағы 2 баласымен келіп, телефонын зарядтап алып, жаңағы соғыстағы күйеуімен звондасып, ыстық шайын ішіп, сөйтіп көп украиндықтарға көмектесті. Және ол видео материалдың бәрі бізде бар. Қаншама украиндықтар жаңағы алғыс айтқан, мынандай болды қазақ үйдегі кітапшы, алғыс арқалаған кітап. Өйткені айту бір бөлекте, ең қиын кезде саған көмектескен досыңды да ешқашан ұмытпайсың ғой. Мысалы бір қиын, күйеуің жоқ, ақшасыз түйісіп жүрген кезде, біздің үйге келіп бір шай ішіп ал деген қазақты да біз қатты жақсы көреміз. Олар да сондай, сол кезде қиын кезде қасында болған украиндықтарды, қасында болған қазақтарды өте құрметпен, сондай әлі күнге дейін біздің сол қазақ өте жақсы имидж атқарды деп ойлаймын. Екі елдің достығын арттыруға, екі елдің жаңағы қиын кезде қасыңнан табылуға деген сияқты. Сондықтан бұл қазақ үйді жасаған адамға респект. Әлі де қазақ үй жұмыс жасап тұр. Мысалы біздің бір қазақ үй Киевтің қақ ортасында Шевченко университетінің жанында тұр. Сол жерде мен әбінің тұсаукесерін өткіздім деген сияқты. Бұл қазақ үй үшін музейдің қызметін атқарып тұр. В общем, өте дәл жасалған, кезінде орыстардың шынымен де шыңғыратындай жөні бар. Қазақ үй неге ашылып жатыр, үйтіп жатыр деген сияқты. Бірақ дәл осы қазақ үй екі елдің достығын арттыруға, кішкене алшақтап кеткен арасын жақындастыруға сондай бір тамаша рөл атқарды. Бұл деген жұмсақ күш деп айтуға болады ма? Әрине, бұл мемлекеттің тарапынан, елшіліктің тарапынан істелді деп айғайлап айтылмаса да, бәрібір мемлекеттің көмектескен қазақ үйге. Өйткені алып қазақ үйді Украинаға жеткізу өзі жыр болды ше. Өйткені қазір Украина шекарасынан қисық темірді өткізбейсің, декларация жасамасаң. Ал қазақ үй деген толық киіз үй ғой. Бөлек болып келген шаңырағы бар. Олар звондап, мынау не келе жатыр Қазақстаннан, не жібердіңдер, не қаруға ұқсамайды, не құрт аяқтар деп. Олар күліп, бұл қазақ үй, біздің қазақ үй келе жатыр деп. Бұл тағы бір кітапқа сұранып тұрған тақырып негізі. Қазақтар украиндар өте жылы қабылдады, рахметтері бар. Және ертең соғыс аяқталған күннің өзінде де олар біздің осындай жасаған кішігірім жақсылығымызды әлде де естеріне алады деп ойлаймын. Айда уақыт бөлгенге рахмет. Енді келесі сұхбатымызда Құдай қаласа Украинада өз мүддесін жібермей, өз ұпайын жібермей, бір тыныштық орнаған кезде сөйлесек деген ниет бар. Енді ал оған дейін жаңа көрермендерге айта кететін, жаңағы сөзіміздің басында да айттық, Айданың 8 жылда жүрген іс-сапар деген кітабы бар. Осы жерге сілтемесін, жаңа QR кодын сала кетейін. Біздің Каспий магазинде бар. Аса қымбатты емес. Оның үстіне қазақ тілінде жазылған, Украинаның қазақ тілінде жазылған, және бұл жерде менің барлық суреттерім, өзім түсірген, эксклюзив ақпараттар бар, және өзімнің ішкі күйіммен, Украинаға жалпы не үшін келдім,
соның бәрін жазылады. Ең басты мәселені айтпаптық. Украинада жүрген 8 жыл дегенде Айда Украинада тілші болып істеген, өз аяғымен көрген, біраз жерді аралаған, Зеленскийдің әке шешесімен сұхбат жасаған бірінші журналист деп айтуға болатын шығар, иә? Қазақстандағы. Жалғыз деп айтсаңыз болады. Жалғыз ба? Украинаның өздері оның ата-анасынан интервью алмаған. Жаңа Зеленскийдің әкесі біздің Қазақстанда болған екен, кезінде жаңбырда қалып қойған екен, далада бүрісіп тұрған кезде бір қазақтың үйіне кіріп шай ішкен екен. Сондай бір сол оқиғадан кейін жаңағы жүрегі жібіп мені үйіне кіргізді деген сияқты қызықты ақпарат бар кітапта. Басқа журналистер ол кісінің үйінде болмаған. Сондықтан оқыңыздар, қазақ тілшісін қолдаңыздар, көріңіздер. Хабар телеарнасында жүріп осындай кітап жазған. Сенен де пікіріңді күтем бірінші болып. Жақсы. Рахмет. Жақсы. Құрметті көрермендер, осымен әңгімемізді аяқтадық. Жаңа айтқандай Айданың кітабы Каспийде бар. Бізді қолдай отырыңыздар. Лайк, дизлайк басып, пікір бөлісе отырыңыздар. Амандықта жүздескенше.